Сәлем YouTube. Жаздың ыстық күндерінде қыс мезгілін қайта сағындыңыз ба? Ендеше мен сізге жаздың қадіріне жеткізетін қысқы қауіп жайындағы видеоларды көрсететін боламын. Ал ендеше видеомыз басталмай жатып, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Бұл видеоның авторлары мұздың мөлдірлігіне таң қалып, оны арнайы құралмен жара бастайды. Бірақ мұз мұны жақтырмаған сияқты. Кенеттен мұз ортасынан жарылып кетеді. Достар, бұл ойыншық емес. Видеоның авторлары абырой болғанда аман қалды. Мұздың үстімен қыдыру деген осындай болады. Әр басқан қадам сайын мұз жарылу үстінде, бірақ мұздың күші адамды ұстап тұруға жететін сияқты. Ал сіз мұндай саяхатқа қалай қарайсыз? Видеоның авторы бұл құбырдың қыста далада қалып қойғанын айтты, және көктемде құбырдың ішіндегі мұздарды шығарғанда осындай әдемі көрініс пайда болды. Шатырдан шығып тұрған мұз үлкен қауіпті білдіреді. Ол кез келген сәтте адамды жаралауы мүмкін. Бұл жігіт пен оның отбасы бір ажалдан аман қалды. Бұл жерде де дәл сондай оқиға. Көлік иесі көліктен енді шыға бергенде, жанындағы ғимараттың төбесіндегі қар машинаның үстіне құлайды. Достар, осы видеодан кейін жаз мезгілінің қысқы мезгілге қарағанда қауіпсіз екеніне көз жеткізген болсаңыз, осы видеоға лайк басып, арнаға жазылып кетіңіз. Сіздермен бірге болған мен Дұрыс Қадам арнасы. Келесі видеода кездескенше.